Сәлем достар, бүгінгі тақырып гипертонус. Өзіміздің қазақи тілмен түсініктілмен айта берейін. Гипертонус дегеніміз балдар тырысып алады. Кәдімгі қырқынан 2 айлық балдар тырысып алады, кәдімгі мына жерлері тырысып тұрады, денесі қатты болып тұрады ғой, соны гипертонус дейміз. Жалпы гипертонус 4 айға дейін қалыпты жағдайда көп балдарда болады. Байқайсыздар ма? Бала уже қырқынан шығып, 2 айлық, 1 айлық кезінде мойнын тік ұстап, нық ұстап, аяғын нық басып тұрады ғой. Көбісі ойлайды, о, мен балам пысық екен деп. Жоқ, ондай емес, короче бар ғой. Бала 4 айға дейін, бала 4 айында уже сол гипертонус кете бастайды, қалыпты жағдайда. Уже баланың денесі босаңси бастайды. Ал бірақ кейбір балдарда сол гипертонус қалып кетеді, босаңсымайды, кейбір балдарда гипертонус күйінде қалып кетеді. Есіңізде болсын, гипертонус бұл ауру емес. Бұл жүйке жүйесінде белгілі бір ауытқу бар деген белгі. Тағы да гипертонустың белгілері. Мысалы, баланы қолтығын ұстап, былай алғаға еңкейткенде, бала аяғының ұшымен басады да, ұшымен ғана басады. Ал ол қалыпты жағдайда аяғын толық басу керек. Және де белгілері себепсіз жылай береді. Жылаған кезде ауыз мұрны ұшы көгереді, ұйқысы сирек болады, сәл жатқа шошып оянатын болады. Ернің асты дірілдейді, сосын басын артқа қарай шалқақтата береді белгілерді. Гипертонустың себептері құрсақта сәбиге оттегі жетіспесе, және жүктілік кезінде жатырдың тонусының жоғары болуынан, ауыр токсикоз болса, анемия болса, жүктілік кезінде тұмау болса, осылар әсер етеді. Гипертонусты анықтау үшін дәрігер невропатолог маманның кеңесі қажет. Оның емі, жалпы гипертонустың емі массаж, гимнастика және жүзу бассейні. Солай құрметті ата-аналар, өздеріңізді күтініп жүріңіздер. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.